Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі тез дайындалатын пицца дайындаймыз. Ең бірінші менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен қамырына 1 кесе жылы су және де 1 ас қасық ашытқы қосамыз. Бір ас қасық қант және де 1 ас қасық тұз қосамыз. Сонымен қоса сұйық май қосатын боламыз. Және де барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қоса отырып біртіндеп нан илейміз. Ең алдымен араластырып аламыз. Одан кейін барып нан илеуге көшеміз. Нанды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа бетін жауып тынып тұруға қойып қоямыз. Қамыры дайын болғанша біз пиццаның үстіне қоятын заттарды дайындаймыз. Мен шұжық қосатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Қамырдың үстіне біз жағатын соус дайындаймыз. Оған кетчуп және де майонезді қосып араластырамыз. Жасайтын формамызға осылай қамырды жайып аламыз қолмен. Және де жаңағы дайындаған соусты бетіне жағатын боламыз. Оның үстіне қалауыңызша заттарды орналастырасыз. Мен шұжықтарды осылай қойып шықтым. Барлығын қойып шыққаннан кейін бетіне майонезді жағып 180 градуста пешке 30 минутқа пісіруге қойдым. Міне біздің тез дайындалатын әрі дәмді болып шығатын пиццамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Аз әлем арнасы.